Көрнекті қазақ жазушысы Мұхтар Мағауиннің «Шақан шері» романы 1993 жылы басылып шығады. Роман 3 тараудан тұрады. Шығарманың бастау немесе эпилогқа кіріспесінде автор Шақанның тұтқынға түскендігін, одан жауап алып жатқан төре мен тілмәштің іс-әрекетін сипаттайды. Шақанның сырт келбетін, тұтқынның ерекше болмысы жанар мен жарақатта, тіпті арбиған саусақ, бұлшықты мойын, кең иық, зор кеуделі, еңсегей бойда ғана еместі. Киімінде еді ғажап ерекшелік, тарғыл сары, қызғылтым реңді сары тарғыл жолбарыс терісі, үстінде қара жолағы ендей пішілген, түгі тусырылған жолбарыс жақы, қайың бұтақ түймелері ағытылған ашық өңірінен, іштегі камзол, кеудедегі көйлекке дейін жыртқыштың терісінен тігілгені көрінеді, деп суреттейді. Осы сипаттағы Шақан шері төре қойған сұраққа да жолбарыстың ырылымен жауап береді. Шақан шерінің қасіреті неде? Ол әйелі мен баласын жарып өлтірген жолбарысқа, жолбарыс атаулыға кек тұтады. Ақыры Алатаудан Балқашқа қарай өріп жүрген аң патшасы жолбарысты құртуды мақсат етіп арманына жетеді. Шақанның өз қолымен өлтірген жолбарысының саны 35 деп айтады. Шөнжіктерін есептемегенде, осыншама жолбарыстың өмірін қиып, табиғатқа залал келтірген Шақан нені көздеді? Ол кек. Өз отбасының ойрандалуына себеп болған жолбарыс деген оймен көзін қан жауып, аңды қыра берді. Алайда бірінші тараудың соңында адам жегіш жолбарыс Шақанның өзіне ауыз салуға келгенде жолбарыспен арпалысып, ақыры оны өлтіреді. Өшпенділігі, қайғысы, қиналысы меңдеген Шақан өлі жолбарыстың денесін балталай бастайды. Сонда оның балтасы шақ етіп қатты темірге тиеді. Ол мылтықтың оғы болатын. Автор жазылмас жара машықтанған өнерінен айырған, аштық пен ызалы кек қатарынан қысқан жолбарыс тайғақ жолға түсті. Кісі етін жеуді әдепкі кәсібіне айналдырған жалмауыз болып шықты. Кекке жетелейді екен. Жауыздық тек жауыздық қана туғызады екен деп келтіреді. Ендеше Шақанның қайғысының себебі жолбарыс емес, жолбарыс қастандық жасаған адам. Осыны түсінген Шақан ақыры өзі де жолбарысқа айналып кетеді.